Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Және де бүгінгі видеода мен сіздерге букетті қалай жасау керектігін айтып түсіндіретін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Және де ең алдымен видеомызды бастамас бұрын міндетті түрде осы видеоға лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы қызықтар өте көп болады, яғни менің арнамда видео рецепттер, футболктар өте көп. Және де міндетті түрде тіркеліп, менің осы видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Біздің гүліміз осындай өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап жақындарыңызды қуантсаңыздар болады, немесе бөлмеміздің сәні болса да болады. Бізге керекті заттар фоамиран, тор, жапырақ, яғни жасыл салафан, ыстық клей, қайшы, үтік және де ақ қағаз. Ақ қағаз менде гофрленген ақ қағаз, кез келген дүкеннен сатып ала берсеңіз болады. Және де бұл жерде менде обычный фоамиран, яғни кәдімгі фоамиран, және де екіншісі жылтыр фоамиран. Ал бұл сәндік үшін, яғни тор, қызыл тор, бұны әдемілік үшін ғана қолдана берсеңіздер болады. Және де келесісі бізде осындай торлар, яғни бұл гүлдің астарына кетеді, ондайдан менде 5 штук. Және де жапырақтың орнына осындай жасыл салафан секілді қағазды немесе гофрленген қағазды да қолдана берсеңіздер болады. Егер де сіздерде бұндай заттар болмайтын болса, басқа заттарды қолдана берсеңіздер болады. Мысалы, фоамиранның орнына фетр, жасыл салфанның орнына кәдімгі жасыл парақты қолдана берсеңіздер болады. Ыстық клей, қайшы, үтік және де сіздердің көтеріңкі көңіл-күйлеріңіз. Ең алдымен фоамиранымызды дайындап аламыз, және де ең алдымен өлшемін сызып алдым, 5-7 см, және де розаның лепестки болады ғой, жаңағы розаның шет-шетіндегі гүлдерінің күлтелері. Соларды осылай қиып аламыз. Қиып алғаннан кейін жаңағы фоамиранымызда барлығын сызып, әдемілеп шығасыздар. Барлығын кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін бізге осындай деревянный шпажка қажет болады. Ұзынын қолдана берсеңіздер болады, өздеріңіздің мөлшерлеріңізге қарай, және де осындай фольганы алып, кішкене орайсыздар, өйткені ол кішкене объем беру үшін, яғни көлем беру үшін бізге қажетті дүние. Жақсылап орап шығасыздар осылайынан. Және де келесі кезекте жаңа дайындаған фоамирандарымызды осылай үтікте күйдіріп, форманың күлтелерінің формасын осыған береміз, яғни қолымызбен созып жасап шығасыздар. Және мен кішкене ерекшелік қосқым келді, яғни жаңағы жылтыр фоамиранымызды да осылайынан дәл үтікке күйдіріп, жаңағы дайындап қойған шпажкамызға жабыстырып шығасыздар. Видеода көрсетілгендей жабыстырсаңыздар болады. Яғни ыстық клейдің көмегімен жаңағы фольга мен шпажкамызға жақсылап жабыстырып шығасыздар. Жабыстырғаннан кейін барлығын осылайынан қайталап отырасыздар, яғни ең кішкентай жылтыр фоамираннан бастадым, және де ары қарай кішкене көлемділерін жасап, ары қарай кете берсеңіздер болады. Барлық күлтелермен осылайынан жасап шығасыздар. Барлығын кезектестіріп, яғни барлығын өзінің орнымен әдемілеп, өздеріңіздің талғамдарыңызға да қарап жасай берсеңіздер болады. Ал енді мен ең соңғысын жабыстырып жатырмын осы жерде. Енді біттік, бұл гүлді уже әдемі болып көрініп тұр, иә? Енді жаңағы торымызды аламыз да, осылайынан гүлдің астарына орап шығасыздар. Кәдімгідей әдемілеп орайсыздар, яғни өздеріңіздің талғамдарыңызға да қарап орасаңыздар болады, немесе мен секілді орап жасасаңыздар болады. Менде барлық гүлдер дайын, барлығына осылайынан жасап шықтым. Енді біздің гүлдеріміз осылай әдемі болып шықты. Менде 5 гүл.
яғни тақсан. Енді осыларды жаңағы біздің дайындап алған жасыл салақанымызға кіргізіп шығасыздар. Немесе сіздер бұлай жасасаңыздар болады. Кәдімгі гофрленген жасыл қағазды алып, немесе кәдімгі әншейін түрлі түсті парақтағы жасыл парақты алып, осылардың жапырағы ретінде жасасаңыздар болады. Онымен де өте әдемі болып шығады, ода күмәндарыңыз болмасын. Енді барлығын осылайынан әдемі қалпында скотчтап немесе ыстық клейлеп тастасаңыздар болады. Яғни мен екі жерін қосып скотчпен жабыстырып қойдым. Енді асты жағында беріктік үшін степлермен қысып немесе скотчпен де жабыстырып қойсаңыздар болады. Ал енді келесі біздің жасайтынымыз бұл жаңағы ақ қағазды алып, осы біздің букетімізді орап бастаймыз. Орағанда да өздеріңіздің қалауларыңызбен орай берсеңіздер болады. Міне бізде шықты. Енді жаңағы біздің торымызды алып, степлермен қысып, кішкене жерлерін ыңғайына келтіріп, барлығын әдемі қылып, осылайынан орап тастайсыздар. Менде осы жерде кішкене барлығы қабаттасып кетті да. Одан кейін мейлі бұл да болады. Бұлай да өте әдемі шықты. Маған өте қатты ұнап тұр. Біздің букетіміз осындай өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер деп айтқым келеді. Осы видеоға лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал достар, осымен біздің букетіміз дайын. Осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Және де ең бастысы менің арнама тіркеліп, осы жазбаға лайк басуды ұмытпаңыздар.